Қиын кезеңде ел жұртқа көмектескісі келетін және жәрдем бере алатын адамдардың қаражаты жинақталатын республикалық қор құруды ұсынамын. Осындай жағдайда бұрынғысынша отандық ірі кәсіпорындар да қолдауын көрсетеді деп сенемін. Ондай қорларды әрбір облыс орталығына және республикалық маңызы бар қалаларда құру қажет. Ол жұмысты тиісінше сол жерлердің әкімдері жүзеге асырғаны дұрыс деді елбасы. Бүгінгі елбасымыздың Нұр Отан партиясының берген көмегін алдық. Енді Тұяқбаев Амандық, Оспанұлының бірінші топта көзмудырмын. Жаңа отырар микрорайонынан мемлекеттің қолдауымен үйді алып отырмыз, қуанышты болып. Сіздерге рахмет, ел тыныш жұрт аман болсын. Келеңсіз жағдайға байланысты берген 50 000 теңгені бергендеріңізге өте рахмет.